сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат ғаламатта арайра айспен. Көп адамдардың пайымдауынша орта ғасырда адамдар тек 35 жасқа дейін өмір сүрген. Және олардың бойы қазіргі адамдарға қарағанда әлде қайда аласа болды деген ақпарат бар. Барлығы дәл осындай ма? Осы шығарылымда айтамыз. Біріншіден, орта ғасырдағы адамдар 35 жаста кәрі адамдар болып есептелмеген. Бар болғаны медицинаның нашар дамуы және сол кездегі эпидемиялық аурулар, соғыс, соның салдарынан барлығын қосқанда адамдар жас шамасымен 40-35 жастарда қаза таба бастаған. Ал егер шын мәнісінде медицинаның барлығы дамып, немесе сол аурулардан аман қалған адамды алатын болсақ, олар 70-80 жасқа дейін өмір сүрген. Ал адамдардың бойы аласа болды деген ақпарат қайдан шыққан? Көптеген археологиялық қазбаларда дәліздерде, кіреберістерде, есіктерде барлық дәліздердің бойы аласа болған. Сондықтан да сол кездегі ғалымдардың пайымдауынша орта ғасырдағы адамдардың бойы қазіргіге қарағанда әлде қайда аласа болды деген тұжырым шығарған. Алайда 9 және 10 ғасырдан бастап адамның бойы қазіргі адамдардан ешқандай өзгерісі жоқ. Тіпті физиологиялық тұрғыда дәл солай болып дамыған. Орта ғасырдағы әйел адамдардың бойы шамамен 158 сантиметр, ал ер адамдардікі 170 сантиметр болған. Ақпарат қызық болды ма? Арнамызға жазылып, өз пікіріңді қалдырып өт. Орта ғасырда көп адамдар жуынбаған және көшелер өте лас болған. Бұл да бір тағы сізге айтылған миф. Біріншіден, оның тарауы ол сол кездегі шығарылған әдеби шығармаларда, фильмдерде, дәл көшелердегі картиналар солай бейнеленген. Лас, кейіпкерлердің жуынбай жүру деген сияқты көрсетілген. Сондықтан да адамдардың ойында орта ғасыр туралы дәл осындай ұғым қалыптасқан. Орта ғасырдағы адамдар қазіргі адамдар сияқты исті сезіну, көру сияқты физиологиялық тұрғыдан дамыған адамдар болған. Сондықтан да ол адамдар міндетті түрде жуынған. Әлбетте, енді қазіргі кездегіндей джакузи сияқты, ол жерде заманауи құбырлар сияқты құбырлар болмаған шығар. Бірақ кейбір ауқатты адамдардың үйінде ванналар болған. Ол ванналар қазіргі ванналарға қарағанда ерекшелігі, ол дөңгелек тәріздес және ағаштан жасалған болған. Ал үлкен ірі қалаларында арнайы көпшілікке арналған моншалар да болған. Иә, шындыққа жанасатын бір нәрсе, көшелердің тазалығында орта ғасырда үлкен проблема болған. Біріншіден, қала әкімдігі ғалымдар оны қалай шешкен? Өздерінің қоқыстарын тастауға және де адамдардың үй жануарларын өзінің қараусыз көшеге жіберуіне тыйым салатын болған. Ол жай ғана сөз жүзіндегі тыйым емес, заң жүзінде қатал жазалатын тыйымдардың бірі болған. Орта ғасырда викингтер, яғни жауынгерлер, мүйізі бар бас киім киді, шлемдер киді деген тағы бір миф бар. Орта ғасырдағы адамдар ақымақ болмаған, соғыс кезінде өз өмірінің қауіпсіздігі үшін олар әрине міндетті түрде ешқандай мүйізге қатысы жоқ, қолайлы бас киім киген, өзінің өмірін сақтап қалу үшін. Бар болғаны 19 ғасырда әдеби шығарылымдар мен фильмдерде викингтерді дәл осындай сипаттаған, сондықтан да көп адамдардың ойында викингтер мүйізді бас киім киді деген деректер қалыптасып қалған. Орта ғасырда қызанақ және томат улы тағамдар қатарында болды деген ақпарат бар. Бұл жалған ақпарат, себебі орта ғасырда қызанақ та томат та қолданыста болмаған. Және тағамға қатысты тағы бір ақпараттың бірі, орта ғасырда мүлдем тамақ жейтін құралдар болмаған деседі. Яғни адамдардың барлығы орта ғасырда тамақтарды қолмен жеген делінген. Алайда қазіргі секілді сәнді құралдардың түр-түрі болмаса да, ол жерде шанышқы, пышақ сияқты түрлі құралдар қолданыста болған. Тіпті орта ғасырда емес, одан ертерек 6 ғасырдан бастап шанышқы қолданыста болған. Тағы бір жалған ақпараттың бірі, яғни миф, орта ғасырда адамдар жер шарының дөңгелек болғанынан хабардар болмаған деседі. Алайда, көбінің пайымдауынша, жер шарының дөңгелек болмағаны Христофор Колумбтың жаңалығынан кейін ғана ашылды дейінеді. Бірақ сіз мына картинаға назар аударыңыз. Бұл картина Колумбтың ашқан жаңалығына дейінгі салынған. Ол жерде жер шарының дөңгелек іспеттес екені, тіпті атмосфера мен жұлдыздардың жоғарғы бөлімінде салынғанын композициялық тұрғыдан байқауға болады.
Одан бөлек адамдар өзге мемлекеттердің бар екенін және мемлекеттер мен елдер арасында, халықтар арасында, басқа қалалар арасында сауда саттық өте көп жүрген. Сондықтан да сауда жасап жүрген адамдардың барлығы өз елдеріне келген кезде өзге мемлекеттің барлығын және басқа мемлекетте сауда қалай жүзеге асып жатқанын қарапайым халыққа ақпарат беріп айтып отырған. Достар, бүгінгі сіздерге ақпарат қызық болды ма? Онда арнамызға жазылып, міндетті түрде комментарий қалдырып өт. Ерекше арнадағы ерекше ақпарат. Арай Райспен.